ұбт қиын. Неге ұбт-ға мен дайындалам, бірақ ешқандай результат жоқ. Продуктивный день, басқаларда керемет, жетістікке жетіп жатыр, ал мен болсам даже кішігірім пландарды орындап жатқан жоқпын. Менің дұрыс ниетім бар, менде мақсат бар деп, бірақ әрекет етуді кейінге қалдыратын болсаң, ендеше сенің мақсатың да жақын арада орындалмайды. Телефон шықлап, не болмаса ойын ойнап, ол нәрсе мүлдем демалыс емес. Жай ғана ағылшыннан дайындаламын, дүние тарихы кітап оқимын деген секілді жалпылама керек емес. Сәлем достар, бұл бізде өздеріңіз біліп отырғандай план құру жайлы видео болады. Және де бірақ та бұл видео it's not gonna be specific, точный болмайды, жай ғана база деп айтуға болады. Белгілі бір мысалы план құруды бастағысы келген жандарға, оқушыларға нақты білу қажет. Мысал ретінде осы видеоны түсіріп отырмын, және де бұл видео сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Қазір түн, қазір уже 10-нан асып жатыр, 10:30 болып жатыр, но мен өзіме айтқаным, что видео түсіріп барып ұйықтаймын деп, поэтому егер кішкене шаршаңқы болсам, не обращаем внимания деп ше. Ең бірінші мен өзім сіздерге өзімнің блокноттарымды не арнаймын, қандай дневник бар деген секілді соның барлығын көрсеткім келіп отыр. Менде ең бастысы мына блокнот, бұл бізде қара түсті осындай, и менде айтайын ба қазір қай бетіне келгенімді. Осындай беттің барлығы менде пландар. Енді әр күнді пландадым деп айта алмаймын, кейбір күндер қалып кетеді, но менің алдыңғы жылғы блокнотыма қараған кезде, мына блокнотта менде почти барлық күнде план бар. Потом бізде екінші блокнот, ол менде осы. Енді бұл жерде не бар? Бұл жерде менде пландар емес. Бұл жерде белгілі бір менде есте қалған сәттер, моменттер, белгілі бір мысалы керемет күндер. Оның барлығын әрине біз есімізден шығып кетеді. Бала күнімізде орын алған қызық дүниелер болуы мүмкін. Соның барлығын осындай арнайы бір дневникке жазып жүрсеңіздер өте керемет болады. Не только бір сәттер, но и өздеріңіздің чувстволарыңыз. Ол бір қиын жағдай болуы мүмкін, бір керемет момент болуы мүмкін. Еще бұл жерде не только сәт, но и алдыңғы видеоларда көрсеткен менде осы ұбт-ға байланысты арнайы прогрессімді көруге өйстіп кестеде сызғамын. Білмеймін, көрініп тұрған жоқ па. Потом, мен потом дегенді көп қолданам. Мен осы дневникке шүкіршілік жазамын. Мына беттен басталған шүкіршілік жазу. Неге? Өйткені шүкіршілік жазған өте маңызды. Шынымен кішкентай детальдар болсын, үлкен нәрселер болсын, денсаулықтан бастаңыздар, қазіргі қандай мүмкіншіліктерің бар, мысалы соның барлығын жазған маңызды. Шүкір, тұратын үйіміз бар, шүкір, менде қазір қолымда телефоным бар, білім алуға деген мүмкіншілігім көп, соның барлығына шүкір деп, сол нәрсемен тоқтап қалуымыз мүмкін. Но егер шүкіршілік үнемі жазып, күніне хотя бы 3 шүкіршілік жасатын болсаң, уже сен шынымен де қаншалықты мүмкіндіктер көп екені көріп бастайсың. Келесі менде 3-ші блокнот. Бұл блокнотта енді мен үлкен пландарымды бір жылға, не болмаса болашақта өзімді қалай көремін, қандай сфераларда көремін деген секілді соның барлығын жазамын. И бұл жерде айтайын ба тағы финансовая грамотность. Мүмкін болса, тіпті кішігірім ақша тауып жүрген болсаңыздар да, соның барлығын жазып жүріңіздер. Қаншалықты дұрыс, мысалы, үнемдеп жатсың, не болмаса құртып жатсың, яғни жаратып жатсың деген секілді өзіңе отчет беріп бастайтын болсаң, оның өзі қазір үлкен жетістік. Өйткені қазір кішігірім сондай финансовая грамотность болса, уже ертең қатты қиналмайсыздар. Кейбір адамдар жақсы нормальный ақша табады, но жоқ болып кетеді деген секілді проблема сіздерде болмайды. Ендеше бізде енді план құру. Бірінші правила деп айтайын. Бірінші правила ол өзіңе көп алма, аз-аздан баста. И тағы бір нәрсе айтып кетейінші, бұл жерде мен просто так жаза салған жоқпын пландарды. Мен арнайы іздеп, қарап, өзім қандай ағылшынша сөздер қосам. Strategy, в общем, қандай лайфхактарды алдым, соның барлығын мен қосқан болатын. Поэтому соңына дейін қарауға кеңес беремін. Біріншісі ол өзіңе көп алма, аз-аздан баста. Бұл дегеніміз не? Бірден, мысалы, бір күнде бір кітап бітіремін, ұбт-ға дайындық барысында. Бір күнде дүние тарихы
пәннен 5-ші сыныптың кітабын аяқтаймын деген секілді мүмкін болса да невозможный мақсаттар қойған дұрыс емес. Бәлкім кейбір адамдар үшін бір күнде бір кітап аяқтау ол мүмкін, бірақ егер де өзіміздің күнделікті айналысатын іс-әрекеттеріміз, күнделікті тағы да басқа пландарымызды есептейтін болсақ, бір күнде біз үшін бір кітап аяқтау ол қиын. Сондай кезде бізде не болады? Бұндай кезде егер біз өзімізге көп мақсаттар қойып, бірақ та мысалы сол мақсаттың планның только 30% ғана орындалатын болса, ендеше бізде әрине выгорание басталады, қайтадан стресс басталады, депрессия басталады, өзімізді қайтадан басқалармен салыстырып бастаймыз. Продуктивный день, басқаларда керемет, жетістікке жетіп жатыр, ал мен болсам даже кішігірім пландарды орындап жатқан жоқпын. Өзімізге деген сенім жоғалып бастайды. Поэтому өзіміздің қолымыздан келеді кішігірім дүниелерді жазып бастаған дұрыс. Екіншісі ол бізде нақты өлшем, нақты сан және нақты дедлайн. Енді оны мен қалай түсіндіремін? Мысалы, біз көбінесе ұбт тақырыбына байланысты көріп жатқан жандар көп қой, сол себепті ұбт-ға қатыстырып айтайын. Мысал ретінде бір күнде дүниежүзі тарихын алайық, дүниежүзі тарихы пәнінен дайындаламын. Бірақ бұл жеткіліксіз. ұбт дүниежүзі тарихы пәнінен қай сыныптың кін оқимын, қай сыныптың кітабын оқимын, қай уақытқа дейін оқимын, қай уақытта бастаймын, қанша бет оқимын деген секілді сұрақтарды қойып, нақты жауап қою керек. План жазып жатқан кезде, мысалы, ертең азанда 6:30-да бастаймын, дүниежүзі тарихы пәнінен, мысалы 5-ші сыныптың кітабын оқып бастаймын, сөйтсемде 8:30-ға дейін 2 сағат бойы сол кітапты оқимын. Айтқым келіп отырғаны нақты өлшем, нақты сан, нақты дедлайны болуы өте маңызды. Үшіншісі ол бізде нақты мақсат болу керек. Нақты мақсат болған кезде әрине нақты жоспар болады. Менің барлық айтқым келіп жатқан нәрсе ол нақтылық. Жай ғана ағылшыннан дайындаламын, дүниежүзі тарихы кітап оқимын деген секілді жалпылама керек емес. Төртіншісі ол бізде ми қозғалысты жақсы көреді. Айтайын ба, перерыв деген қандай болмау керек? Перерыв деген, мысалы, болды мен дүниежүзі тарихы кітап оқыдым, енді кішкене перерыв деп телефон шұқылап, не болмаса ойын ойнап, ол нәрсе мүлдем демалыс емес. Сенің миың әлі демалып жатқан жоқ. Шынымен де әлі сен миыңа ешқандай демалыс берген жоқсың. Сенің миың азаннан бері кітап оқып жатыр, енді перерыв алу керек моментте сен телефон шұқылайсың, жаңа уведомление, жаңа переписка басқа адамдармен, сенің миың әлі жаңа ақпарат қабылдап жатыр. Осы 4-ші кеңес бойынша менің айтқым келіп отырғаны дұрыс демалу қажет, және де мүмкін болса көбірек сыртқа шыққан дұрыс. Бірге сыртқа шығып, кішкене демалып, әңгімелесіп, демалған дұрыс. Өйткені ол миға жақсы, әрине кейін егер дұрыс демалатын болсаң, уже жаңа ақпаратты алу, есте сақтау, оны қабылдау оңайырақ болады. 5-ші кеңес ол менде бас тартпау. Жай ғана кішкене демалып жалғастыру. Айттым ғой, жаңа выгорание, депрессия болуы мүмкін деп, бірақ та ондай моменттерде қате дұрыс емес шешім қабылдап қою деңгейі өте жоғары. Болды, мен шаршадым, қойшы тастаймын деген секілді дүниелер болмау керек. Егер грантқа түсе алмай қалған болсаңыз, не болмаса ертең жоғарғы балды алмай қалсаңыз, сол кезде выгорание болады. Неге осы бір жылдың арасында, бір жыл уақытта дұрыс дайындалған жоқпын, неге сондай мотивациямен дайындалғанда может жоғарғы бал алуы мүмкін беді деген секілді сондай кезде депрессия болуы мүмкін. Поэтому сіздерде бір жыл ғана бар. Бір жылда жақсы дайындалуға тырысыңыздар. Қазір қиын сәтті емес, лучше соның результатын ертең сіздерге беретін жақсы нәтижесі жайлы ойлағандарыңыз дұрыс. Бұл көбінесе менде 140-тан алған, 140-тан берілген общий бір советтер, поэтому сіздерге беретін пайдасы көп болады деп сенемін. 6-шы кеңес ой және дұрыс ниет. Дұрыс ниет дегеннің өзіне. Мен бір нәрсені айтатын болсам, ендеше мен сол нәрсенің не екенін, не нәрсені беретін маңызы жайлы айтпасам, мен үшін түсініксіз болып қалады. И сіздер үшін де түсініксіз болып қалады деп, поэтому мен барлық нәрсені түсіндіріп жатырмын. Дұрыс ниет деген неден шығады? ұбт. Тағы да ұбт-ны әрине қозғаймыз. Егер сіз ұбт-ға дайындалып жатқан болсаңыз, ұбт қиын. Неге ұбт-ға мен дайындалам, бірақ ешқандай результат жоқ. Дұрыс емес ойдың өзі өте қатты әсер етеді. Поэтому лучше ұбт маған
жауапкершілікті алуға, жауапкершілікті сезінуге, қаншалықты жауапкершілік алатынымды көрсетеді. ұбт маған больше көбірек мүмкіндіктер береді. Қай жағынан? Жаңа таныстық жағынан, және де егер ұбт-ға да жақсы дайындалатын болсам, жақсы нәтиже көрсететін болсам, ендеше менде выбор болады. Өзімнің армандаған, қалаған универіме түсе аламын, өзімнің қалаған сферамда мамандығымды оқи аламын деген секілді жақсы ойдың қалыптасуы, жақсы дұрыс ниеттің болуы өте маңызды. Осы бізде ой, дұрыс ниет, фундамент болса, мысалы үй деп алатын болсақ, ол фундаменті. Ой, дұрыс ниет, ол өте маңызды бірінші қадам. Екінші қадам ол бізде как үй. Өзіміздің үйіміз. Ол нәрсе бізде мақсат. Дұрыс мақсат болу қажет. Мендегі мақсат не деген нәрсені бірінші сол нәрсені анықтап алыңыздар. Ал енді кейін бізде үйіміздің шатыры, ол бізде әрекет. Іс әрекетті бастамас бұрын дұрыс ой, ниеттің болуы, потом мақсаттың болуы, кейін ең үлкен біз уже жауапкершілік алып бастайтын дүние ол әрекет. Әрекетіміз қаншалықты прогресс көрсетіп жатыр, қаншалықты әрекет жасап жатырмыз, қаншалықты тырысып жатырмыз, бұның барлығы өте маңызды. Менің дұрыс ниетім бар, менде мақсат бар деп, бірақ әрекет етуді кейінге қалдыратын болсаң, ендеше сенің мақсатың да жақын арада орындалмайды. Бұның барлығын ең соңында баланста ұстау. Кейбір кезде менде мотивация көп, бүгін өзімді керемет сезініп тұрмын деп, керемет продуктивный день болып, ертесіне что-то менде мотивация жоқ, менде выгорание, что-то менде уже стресс, депрессия деп, келесі күні мүлдем дайындалмай қою деген ол дұрыс емес. Әр күн сайын бізде мотивация болса да, болмаса да, көңіл күйіміз керемет болса да, болмаса да, энергиямыз болса да, болмаса да, біз бір, айтайын ба, не деп айтады? Өзім ұмытып қалдым ғой. Дисциплина болу қажет. Дисциплина болу қажет. Ойлаймын, что бұл жай ғана планды құрып бастағысы келген, план орындап бастағысы келген жандар үшін бұл база, фундамент. Егер уже больше ақпарат білгілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл план орындау, мақсат құру, жоспар құру жайлы маған 3-4 комментарий жазылған болатын. 3-4 комментарий жазған болатын, поэтому мен уже осы идея бойынша видео түсіруді қаладым, солайынан шештім. Егер де пайдалы болса, оны да комментарийге бөлісіп кетіңіздер, өйткені бұл өте маңызды. Мен бір жерде түсіріп жатырмын, бір локацияда видеоларымды, өйткені қазір кеш, қазір 10:30. И мен өзім айтқан болатым, что бұл видеоны түсірмей мен ұйықтамаймын деп. Вот, поэтому уже қазір 11 болып қалды. Ендеше кішігірім пайдасы тисе де ол нәрсе үшін қуаныштымын. Барлығын комментарийға жазып кетіңіздер. Қандай дүниелермен келісесіздер, қандай идеяларды, кеңестерді пайдалы деп санайсыздар, оның барлығы мен үшін өте маңызды. Және де поддержка беріп, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Тағы да больше видеолар түсіретін боламын. Ендеше сау болыңыздар.